Сәлем достар, сіздермен бірге Нузитога арнасы. Бүгінгі видео бізде мектептегі махаббаттың екінші бөлімі болатын болады. Сіздерге осы сериал ұнап жатқанына сенімдімін. Обязательно тіркеліп лайктарыңызды басып, подписканы басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достармен сериалны басамын. Және достар, мен сіздерге 600 подписчик жеткізіп тастасаңыздар, мен сіздерге риза болатын едім, және алғысымды айтар едім. Достар, біз точно сериалымызды басаймыз. Сенің атыңды ұмытып қалыптым. Менің атым Амир. Күшті есім екен. Мені емей үшін шығарып салғаныңа көп рахмет. Сен жақсы бала екенсің. Жарайды. Менің жием. Енді мен барып үйіме кірген. Әйтпесе ата-анам іздеп қалған шығар. Сен де күшті қыз екенсің. Сенімен танысқаныма өте қатты қуаныштымын. Сенің атың Кәусар ғой, иә? Иә, менің атым Кәусар болады. Жарайды, сау бол. Сау бол. Көріскенше. Рахмет. Жарайды, сау бол. Мен кеттім үйіме. Жарайды, сау бол. Бір нәрсе болды ма? Иә, болдым. Не болды деп ойлайсың? Сене жігітім бар ма не? Сен менен неге жасырып тұрсың оны барлығын? Мен сенің ағаң емеспін ба? Мен енді сені ол жігіттің қасынан көрейін. Осыдан барым. Жігітті де, сені де сазайыңды беремін. Ұқтың ба? Жігітпен шүрші болма. Қайдағы жігіт? Мен сізді түсінбедім ма? Қазір киімімді ауыстырып алайыншы. Содан кейін барын түсіндіріңіз. Мен дым түсінбей отырмын. Жарайды, мен де киімімді ауыстырып алайын. Сосын сенімен жақсылап тұрып сөйлесемін. Мақұл, жақсы сөйлесейік. Онсыз сөйлескіңізге батқан сияқты ғой. Мен барын тыңдап отырмын. Құлағым сізде ғой, әрине. Сен ана жігіт кім ма? Соны барын түсіндіріп айт. Қандай жігіт? Дым түсінбедім. Айтыңызшы. Ой, және ғана мен сурет салу үйірмесінен келаттым. Сосын мен ары көшеде тұрғам. Ана бағдаршамның қасында. Жасыл жаңғанын күтіп. Е, содан ана жігітті сенің қасынан көрдім. Аты кім оның? Соны айтшы ма? Ол менің жігітім емес. Жігітім емес, ағы. Сіз де қызықсыз. Менің жігітім емес. Шын айтамын, менің жігітім емес. Ол просто менің класстасым. Менің жоғыңдан келгеннен кейін енді таныстым, дос болайық деді. Мен дос болдым енді. Жігітім емес дегендей. Бағанан бері айтып жатырмын ғой. Бәрібір жігіт пен қыздың арасында дос болмайды. Сондықтан егер де ана жігіттің қасында, ана баланың қасында мен сені көрмейтіндей болайын. Егер де екінші тағы көретін болсам, ата-анама айтып беретін болам. Жарайды, айтқаныңыз ақ болсын. Онда мен кеттім. Бағын таңғы ішуді ұмытып кеткенмін. Обед ішіп алайын. Жүр, обед ішеміз. Бір нәрсе болып қалды ма? Еш нәрсе, просто ұрысып қалдық ағам екеуміз бір нәрсеге. Не нәрсеге ұрысып қалдыңдар? Ой, жай. Бір нәрсеге кейін өздеріңіз біле жатарсыздар. Сіз тамақ жасап қойғансыз ба? Біз бағана обед ішуді. Иә, біз бағана обед ішуді ұмытып кеткенбіз. Енді ішінде жатсақ, завтрак ішуді ұмытып кеткенбіз. Біз завтрак ішпепсіңдер. Енді ішіп алыңдар. Сіздер завтрак ішіп алдыңдар ма? Әрине ішіп алдық. Енді сендер обедтерің ішіңдер. Біз бағана завтракты да обедті де ішіп алғанбыз. Жарайды. Мен барып
жаңалық көрейін, қазір жаңалық басталады, еще сериалым бар менің. Тірі айтқаны үшін рахмет сізге көп тамағыңыздан де сияқты. Рахмет, балам. Онда кеттім мен. Әрине, бара беріңіз ғой. Дұрыс айтасың. Анамыздың тамағы енді алтын қолы деген. Телефон тастайыншы, телефонды тастамайтын болыппын қолымнан. Мен де ғой, қойсаңшы жерге. Кәне көрейінші, менде прям дәм күшті сияқты. Бірінші мен көрейін. Әрине сіз көріңіз, себебі сіз ең үлкенсіз. Қазір. Ой. Қол орындыққа түске тікті. Дәмі күшті екен. Адамның чайында айта алмайым, күшті ғой. Меніңше, менікі жерге қарай құлап кетті, ой, кетті. Тоже дәмді екен. Маған өте қатты ұнады. Жарайды. Мен сырт жуып тастайын. Жуып таста. Мен барып әке шешеме барып келемін. Мә, жуыңа тұстарды. Ой, онса жоғалып жатырмын. Бара беріңіз. Қалай өтті, жақсы өтті ма? Сурет жүрмеңе барған шығарсың. Кешірім, бүгінгі күніміз жақсы өтті. Сурет жүрмеңе барып келдім. Негізі былай жақсы өтті негізі. Күшті екен. Енді сіз сурет салып үйрендің ба деп. Әрине сұрамағанды енді айтса үйрендің ба шынымен? Сұрағымды біліп қойды екен, қандай сұрақ қоятынымды. Ой, ішім сезетті. Айта берейінші. Жоқ әрине, бір кім болды ғой барғаныма. Енді сразу үйреніп кетпейсің ғой, шынын ойлансам сізде. Енді бірте үйреніп кетермін деп отырмын, негізі шынымды айтсам. Негізі бүгінгі сабақ маған негізі ұнады. Жақсы болған екен, шынымен бірте сразу барғаннан үйреніп кетпейсің ғой. Жарай, жақсы күшті болып өтсе. Мақұл онда. Қарындасың келді ма, Кәусар, сабақтан? Келді ғой. Ішу жатыр, және біз завтракпен обедті бірге іштік, сіздер құсап. Бағана завтрак ішуді кетіппіз ғой. Ішкендерің жақсы өтті, ас болсын. Қарындасыңа енді жұмысты істете бермей, оған көмектесіп тұр, сабағын тексер, мұғалімдерден сөзге жүрмесін бізге, деген сияқты ғой. Тексерем. Терезеде кім тұр? Қорқып тұр. Кім болды екен? Ой, шошымасайыншы, менмін. Дамир? Точно сенбісің? Түнің бір уақытында не істеп жүрсің? Мені қайтпейсің ба? Сені көруге келдім. Не үшін бағанағанда 2 сағат бұрын ғана келбедің ғой? Жоқ, 3-4 сағат бұрын келгенсің. Кет бар үйіне. Әйтпесе қазір ағам көреді, сосын сені қуып жібереді. Онында ағам боянбай тұрған кезде кетіп қал. Мен сені жақсы көремін, сен түсінбейсің соны. Не? Жақсы көрем, несі? Сосын айтам, жауабын ертең мектепке барған кезде. Ертең сабаққа жоқ қой, ертеңде мал суббота, воскресенье. Ладно, понедельник күні айтамын жауабын. Баршын, ана. Қазір ағам көреді, ұрсады. Мұнда не болып жатыр? Болды. Сәлем, мен енді Кәусардың досы боламын. Сыныптасы десем болады. Сен қарындас, сен бар, жатқане бол. Жатқане. Жат дедім, бол. Менің қарындасыма вообще-то сен жолаушы болма. Осы үйден көрейін осын. Бөлчетіңді шығарама күтің ба, келетін болсаң. Полицияға беремес.
арыз тастаймсың бар ғой. Кешір әрине, бірақ жай келгенмін. Келмей жай. Егер келетін болсаң, осы жерге тура үйің сыпыртқы тастап жіберем, ұқтың ба? Жарайды, онда мен кете берейін. Я, кет бол, кет.